Әжімнен сақтану жолдары. Бірінші, күнге қақталмаңыз. Әжім де, тері рагы де күннің әсерінен болады. Екінші, қалтарыс көлеңке пайдалы. Қыста бас киім киіп, бетті көлегейлеген жөн. Үшінші, бетті дымқылдандыратын кремдерді кешке жатар алдында жағып алыңыз. Төртінші, теріге қажетті табиғи майды шайып жіберетін ыстық суды пайдаланбаңыз. Бетті жуғанда салқын немесе жылы суды қолданған жөн. Жиі жуған жақсы. Ваннадан немесе душтан шыққан соң 15 минуттан кейін крем жағып қойыңыз. Тұзды көбікті ваннаға әуес болмаңыз, теріңізді құрғатып жібереді. Бесінші, шаштаразға барғанда шаш кептіретін, жылу шашатын төңкермелерге төнбеңіз. Фенді пайдаланып шашты кептіруге болады, бірақ бетке жылу жіберудің қажеті жоқ. Ол теріні бұзады. Алтыншы, ыстық жаз бен ақ қарлы қыста көзіңізді сығырайтпау үшін қара көзілдірік тағып алыңыз. Жетінші, бет терісі жұмсақ әрі жас болу үшін дұрыс тамақтанған жөн. Дәрумендердің жетіспеуі бет терісіне өте зиян. Сегізінші, сиыр, балапан еттерінде, жұмыртқада, қара ұнда, сүтте В1, В2 және В6 дәрумендері бар. Аталған дәрумендер жетіспеген кезде мұрын мен еріннің айналасы қызарады. А, С және Е дәрумендері күннің теріге әсерін азайтады. А, С дәрумендері жас көкөністер мен жемістерде, өсімдік майында болады. Ал Е дәруменін күнбағыс дәні мен жаңғақтан табасыз. Тоғызыншы, беттегі дақтар мырыштың жетіспеуінен пайда болады. Мырыш бұзаудың бауырында, сиыр, қой, түйе, тауық еттерінде, бұқтырылған асқабақта, ірімшікте, арахисте болады. Оныншы, екі езуді барынша керіп, жиі күлу бетке әжімнің түсуіне себепкер. Сондықтан жылы ғана жымиыңыз.